Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін сендермен дүниетану пәнін бастаймыз. Ал мынау сендердің дүниетану оқулықтарың. Біз бұл сабақта қоршаған ортамен танысатын боламыз. Бізді қоршаған әлемде көптеген қызықты оқиғалар мен таңғажайып құпиялардың бар екенін білетін боласыңдар. Өзің және мектебің туралы, ондағы тәртіп пен жолда жүру ережелері туралы, өзіңнің отбасың, ондағы мәдениет пен салт дәстүрлер туралы білетін боласыңдар. Бұл бота. Ол қоршаған ортаны тану саяхатында жаңалықтарды бізбен бірге ашып, зерттеуге көмектеседі. Сонымен балалар, сендерге дүниені танып білуге сәттілік тілеймін. Балалар, біздің алғашқы танысатын бөліміміз өзім туралы деп аталады. Бұл бөлімде сендер жаңа достармен танысасыңдар. Өзің және достарың жайлы айтуға жаттығып, игі істердің қуанышын сезінетін боласыңдар. Ендеше дүниетану пәнінің бірінші сабағымыздың тақырыбы «Мен кіммін» деп аталады екен. Балалар, бұл сабақта сендер өздерің туралы айтатын боласыңдар. Алдымен мен сендерді мына өлеңді тыңдауға шақырамын. Бүгін көп ойланды балақай. Мен кіммін? Сұрап көрейін деп қуанды алақай. Анашым, мен кіммін? Айым, сен менің қызымсың балақай. Енді атамнан сұрайын деп қуанды балақай. Ата, мен кіммін деп сұрады балақай. Сен менің немеремсің балақай. Бұл жауапқа таңданды да балақай, көрші үйдегі досына кетті аяңдай. Жүгіріп келіп ентелеп, айтшы жігер, мен кіммін? Айым, сен менің досымсың алақай. Таңданғанын жасырмай мұғалімге келді де, ұстазым, мен кіммін деп сұрады балақай. Айым, бүгіннен бастап сен оқушысың алақай, деп қуанды ұстазы. Сонымен балалар, бұл өлеңнен не түсіндіңдер? Айым кім екен? Кәне ойланайық. Жарайсыңдар балақай. Айым анасы үшін қызы, атасы үшін немересі, жігер үшін досы, ал ұстазы үшін оқушы екен. Ал енді біз кімбіз, біз қандаймыз деген сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Балалар, біз теріміз, шашымыз, көзіміздің түсіне, тіліміз бен дінімізге қарамастан, және ұл мен қыз. Ал ересектерде әйел, ер азамат, ата немесе әже болса да, бір сөзбен адам деп атайды екенбіз. Айналаңа зер салып қарашы. Бір адам екінші адамға ұқсайды ма? Жоқ, бір-біріне ұқсамайтын адамдар. Яғни әр адам ерекше болады екен. Балалар, бізді ерекше ететін тағы бір нәрсе, ол есіміміз. Әр адамның өз есімі бар. Әр есімнің өз мағынасы бар дейді атам. Атамның айтқаны дұрыс па? Қанекей тексеріп көрейікші. Ол үшін бұл қандай есім? Ойынын ойнап көрейік. Қане, алғашқы суретке қарайықшы. Ненің суретін көріп отырмыз? Қане ойланамыз, ненің суреті? Әрине, ай мен жұлдыздың суретін көріп отырмыз. Яғни қазақ халқы қыздарын айдай жадырап, жұлдыздай жарқырап жүрсін деген ырыммен ай жұлдыз немесе жұлдызай деп қойған екен. Ал екінші суретте қарлығаш бейнеленіпті. Қазақ халқы көбіне қыздарды мейірімді, жанашыр болсын деген ниетпен қарлығаш есімін берген екен. Сонымен қатар ұлдарын еркін, қайсар болсын деп, бүркіт және айбатты, қайратты болсын деп, жолбарыс деп те атаған екен. Мен кіммін өлеңін тыңдап болсақ, келесі кезекті мен кіммін ойынына берейік. Ойынға дайынбыз ба? Бірінші суретке қарайықшы. Мұнда кімдер бейнеленген? Әрине, екі бала бейнеленген. Біріншісі ұл, екіншісі қыз.
Төменде екеуіне қатысты сөздер тұр. Мен сөздерді оқимын. Ал сендер осы сөздерді балалардың ерекшеліктеріне қарай орналастыра қоясыңдар. Ал ортақ ұқсастықтары болса, ортасына орналастырасыңдар. Ойынның шартын түсініңдер ме, балалар? Онда бастайық. Мен оқимын, сен мұқият тыңдай ғой. Шашы қоңыр, қысқа. Оқушы. Шашы қара, ұзын. Адам. Көзі қара. Көзі көк. Ашық, нәзік. Ашық, мықты. Ең соңғы сөзіміз бала. Тыңдадық па, балақай? Жауап беруге дайынбыз ба? Жарайсыңдар. Шашы қоңыр, қысқа. Ұлға тән бе, әлде қызға тән бе? Әрине ұлға. Оқушы. Бұл сөз қайсысына тән екен? Тамаша, балақай. Бұл ұлға да, қызға да тән. Өйткені ұл да, қыз да оқушы. Сондықтан ортасына орналастырамыз. Шашы қара, ұзын. Бұл сипат кімге тән? Әрине қызға. Адам. Жарайсың, екеуіне де ортақ екен. Ал көзі көкше? Ұлға. Ашық, нәзік сипаты ше? Бәрекелді, балақай. Қыз бала қашанда нәзік жанды келеді екен. Ашық, мықты. Ойланамыз. Әрине, ұл бала ел қорғар азамат, әрдайым мықты, күшті келеді. Соңғы бала сөзі ше? Ол екеуіне де ортақ. Екеуі де бала екен. Ал балалар, бүгінгі өткен сабағымызды қайталайықшы. Сонымен біз дүниетану оқулығымен және осы оқулықты танып білуде, зерттеуде бізбен бірге жүретін досымыз Ботамен таныстық. Өзіміз жайлы ойымызды ортаға сап айтуды, адамның бір-біріне ұқсамайтын ерекше болатын және өз есіміміздің мағынасының тереңде жатқанын түсіндік. Балалар, осымен біздің алғашқы сабағымыз аяқталды. Сендерге бүгінгі сабағымыз ұнады деген ойдамын. Егер сабақты жақсы түсінсең, бірінші қуанып тұрған смайликті, ал егер толық түсінбей сұрақтар туындаса, екінші смайликті таңдай қой. Ал балалар, келесі дүниетану сабағында кездескенше сау, саламат болыңдар.